Жет ұрпағыңа дейін бала көрмей кет. Тұқымың өшкір, сақтап. Бір рет айтылған қарғыс. Уақыт өтсе де салмағын жоғалтпады. Сол сөздің көлеңкесі ұрпақтан ұрпаққа ілесіп, тағдыр жолын тарылта берді. İşimizde örtegen sol bir arman. Бала дауысы естілсе еді. Тәңірден тілейік. Зергерлік пен шеберлік Тілеу қарттың бойындағы адал еңбек пен дәстүрлі қолөнерді сақтаушылық қасиеті. Күй сөйлейді, тылсым үнмен өткенде еске түсіреді. Жүрек тыңдай білсе, домбыра ешқашан үнсіз қалмайды. Өмірге түйген ой көп. Желмен бірге ұшқан уақытты тек күй ғана тоқтата алғандай. Үміт үзілген тұста тағдыр есік қақты. Ақ жөргектегі сәби сол шаңыраққа жарық болып енді. Қарт жүректерде қайтадан тіршілік лебі сезілді. Ол бір құдайдың берген жылы болды. Шөп бітіп, қураған жиде қайта гүлдеді. Сенің атың тұяқ, сенің атың тұяқ, ені Тұяқ қалдыру өмірдің мәні. Адамның жер бетіндегі ең үлкен ұтысы мен баянды тірегі соңында қалатын ұрпағы. Адамның ғұмыры өткінші. Бірақ оның айтқан сөзі, жасаған ісі, қалдырған ізі ұрпақ тағдырына айналуы мүмкін. Ал сіз ойландыңыз ба? Бүгінгі ісіңіз ертеңгі ұрпағыңыздың жолына қалай әсер етеді? Бұл кісі қандай адам еді? Ешкімге жамандық жасамаған.